Хабарымызды жалғастырамыз. Қыркүйек айының соңғы жексенбісі қазақстандықтар еңбек күнін атап өтеді. Бұл күн 2013 жылғы қарашада жұмысшы мамандықтарына құрмет көрсету дәстүрлерін жаңғырту және ерте жастан еңбектің маңыздылығын түсіну мақсатында бекітілді. Мерекелеудің негізгі мақсаты өнімді еңбекті ынталандыру, жастар арасында жұмысшы мамандықтарды насихаттау. Осы орайда біздің түсірілім топ Жезқазған байыту фабрикасына барып, еңбек адамдарының жұмысымен танысып қайтқан болатын. Жезқазған байыту фабрикасында құрамындағы металдың минералы, физикалық химиялық қасиеті мен флотациялау ерекшелігі бір-біріне ұқсамайтын әртүрлі технологиялық талап пен реагенттік режимді қажет ететін күкіртті, тотыққан және аралас кен, металлургиялық өндіріс қалдығы сияқты 4 түрлі шикізат өңделеді. Осы өнімдерді өндіру әрине жұмыскерлердің ерен еңбегінің арқасында жүзеге асырылады. Фабриканың дамуына өлшеусіз үлес қосып жүргендер қатарында 30 жылдан бері еңбек етіп, қазіргі таңда жөндеу құрылыс цехының басшысы болып отыр Владимир Шемшук та бар. На фабрике у нас коллектив замечательный. Мен фабрикада 1996 жылдан бері жұмыс істеймін. Еңбек жолымды бетоншы болып бастадым. Одан әрі жөндеу құрылыс цехының шебері, ал қазір осы цехтың басшысы болып қызмет етемін. Жұмысымыз әрине оңай емес. Құрылыс жұмыстармен айналысамыз. Ұжымым тамаша адамдармен толыққан. Жұмыс орнымызда әлеуметтік сала жағы да өте жақсы қамтылған. Жұмыскерлерге өтемақы жоғары деңгейде төленеді. Еңбеккерлерге демалыс орындарына жолдама беру жағы да қарастырылған. Жалпы Қазақмыс корпорациясы еңбеккерлерге қала үшін өз көмектерін көрсетуде. Компания аймағымызда салынып жатқан барлық құрылыс нысандарына өз кірпіштерін қалайды десем, қателеспеймін. Алдағы уақытта Қазақмыс корпорациясының өркендеп дамуына тілектеспін. Кен өндіру мен таза металл өндіру арасында маңызды байланыстырушы буын бұл пайдалы қазбалардың өнеркәсіптік пайдалануға жарамды өнімдер жасайтын байыту фабрикасы. Аталмыш процесте біліктілігі жоғары мамандар, флотаторлар басты рөл атқарады. Осындай көпшілікке беймәлім мамандықты игеріп жүрген еңбек адамының бірі Тілеу Көпбосынова. Оның аталмыш салада қалтқысыз еңбек етіп келе жатқанына 30 жыл. Тілеу Көпбосынованың айтуынша, флотатор оңай кәсіп емес, сонымен қатар ол ұқыптылықты, елгезектік пен мұқияттылықты талап ететін қызықты мамандық. Маманның негізгі міндеті жабдықтың жұмысын бақылау. Тілеу Көпбосынованың отбасын еңбек династиясы десек қателеспейміз. Айтуынша өмірлік серігі де осы байыту фабрикасының қызметкері. Одан бөлек отбасының балалары да осы сала төңірегінде еңбек жолдарын бастаған. Алтынгүл Төлегенова, Вадим Кривов, Ақшам телеарнасы, Жезқазған. Ал біз естеріңізге саламыз, егер сіз де Ақшам телеарнасының өсіп өркендеуіне қатысты ұсыныс тілектеріңіз болса, 877-555-80-10 телефон нөміріне хабарлассаңыз, немесе дәл осы нөмірге WhatsApp желісіне жазсаңыз болады. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Алда ауа райы болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар.